Армысыздар неге арнасын тамашалаушылар. Сіздермен бүгін әлемге аты әйгілі құбыжық тектес жануар чупакабра туралы сөз қозғаймыз. Ол өмірде бар ма, әлде адамдардың қиялынан туған жануар ма? Жалпы ол жануар ма жоқ па, міне сол туралы сөз болмақ. Латын Америкасы орманының қараңғы түкпірінде жергілікті тұрғындар арасында қорқыныш пен үрей тудыратын тіршілік иесі туралы жиі айтылады. Ол чупакабра. Ол туралы аңыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді, және бұл оқиғаны естігендердің бәрі түн қараңғылығы түссе қорқатын. Чупакабра кесіртке мен қасқыр арасындағы гибридке ұқсайды дейді. Оның қараңғыда жарқыраған өткір азу тістері, тырнақтары және қызыл көздері бар. Ол мал мен үй жануарларын аулайды, олардан барлық қанды сорып алады. Оның келгенін құлаққа жағымсыз естілетін дыбыстармен және сасық иісі арқылы сезуге болады. Бірақ нақты көрдім деген жан баласы жоқтың қасы. Бірде Мануэль есімді американдық бір адам орманның шетіндегі шағын ауылда ғұмыр кешеді. Ол осы беймәлім құбыжық тектес жануар туарлы аңызға бір атала нүкте қоймақ болып, кешке күн көкжиектен батып бара жатқанда, ол әлгі жұмбақ жаратылысты іздеуге аттанады. Ол ит тұмсығы батпайтын өсімдіктердің арасынан денесін жырымдап алғандығына қарамастан жол тауып ілбей жүріп, бірнеше күнді артта қалдырса керек. Айнала қараңғы және өлі тыныштық. Кенет Мануэль қасқырдың айқайына ұқсайтын оғаш дыбысты естиді. Оның жүрегі атқақтай тез соғып кетті, бірақ ол енді кері шегінудің өте кеш екендігін ұғады. Көп уақыт өтпей Мануэль маңайындағы бұталардың қозғалғанын көрді. Ол чупакабра болса да, басқа аң құс болса да, әйтеуір жан аямай айқасуға дайындалып, қолына балтасын сығымдай ұстап, қатып қалған еді. Бірақ жаратылыс жарыққа шыққан кезде Мануэль таң қалды. Бұл сипатталғандай құбыжық емес еді. Оның орнына оның алдында кішкентай, арық денелі, жасы 16-17-лердегі қыз бала тұрған еді. Қыз жыртылған киімінің етегін қолымен сығымдай ұстаған күйде, әрі көздері қорқынышқа толы болды. Ол Мануэльге көмектеседі деген үмітпен қарады. Ал басында жымба, періме деп шошынып қалса да, кейіннен өз-өзіне келген Мануэль қызға жанашырлық танытып, оған жақындап, не болғанын сұрады. Қыз оған өзінің басынан кешкен тарихын қысқаша айтып берді. Ол осыдан бір ай бұрын ата-анасымен серуенге шыққанда адасып қалса керек. Ал іле-шала ата-анасын іздеуге шыққан ол әкесі мен анасының бетері тырналған күйінде, әрі мойындарынан белгісіз құбыжықтың тістеп, қанын сорған өлі денелерін көріп, мүлдем есеңгіреп басы ауған жаққа қашқандығын, ол сылайша орманда жасырынуға мәжбүр болғандығын жеткізді. Әйтеуір әбүйір болғанда ормандағы түрлі жемістерді жеп, талдың жапырақтарындағы жауыннан қалған тамшы суларды ішіп, аман жүрсе керек. Бірақ әбден қажығаны көрініп тұрған еді. Ол басқа жануарлардан емес, тек чупакабрадан ғана қорқатын болып шықты. Себебі анасы мен әкесін өлтірген нақ сол құбыжық екендігіне ол шын сенген еді. Енді оны тауып өлтіреді деп қорықты. Бірақ Мануэль оның арқасынан қағып, барынша қорған болып, өзі әлгі құбыжықты іздеп жүргенін айтқысы келіп оқталса да, ләм-мим демей, чупакабраның тек аңыз екеніне қызды барынша сендіруге тырысты. Алайда Мануэль әлгі қызбен аз-кем сөйлескен соң, ол қыздың ақыл есінің де орнында емес екенін аңғарып, тіпті өзінің атын да білмейтіндігін анықтады. Ол өзі жүрген ізбен кері қайтуды ұйғарып, бірақ алдымен қызға құтыдағы таза суы мен шайын ұсынып, тағамнан да тойғанша жегізді де кері қарай екеуі жолға шықты. Себебі бұл уақытта күн кешкіріп қалған болатын. Көп ұзамай Мануэль қызды өзінің тұрып жатқан ауылына алып барды. Осы оқиғадан соң әлгі қызды ешкім іздеп келмеді де, ол да есіне ештеңе түсіре алмады. Қыз жаңа есім алды, яғни оны жергілікті жұрт Эмилия деп атады, және адамдар қоғамында жаңа өмірін бастады. Осылайша науқас қыз беті бері қарамаған күйі, қайта керісінше чупакабра туралы аңызды құбылтып айтудан жалықпайтын қыз арада 30 жыл өткен соң өзіне жабысқан науқастан көз жұмды. Ал чупакабра әлі күнге бар жоғы белгісіз мақұлық ретінде, әр жерден бір аңыз ретінде айтылып келеді. Құрметті неге каналын тамашалаушылар, егер әңгіме ұнаса лайықты түрде лайк басып, подписация етейік.